мықтылармен араласқан дұрыс, өзіңізден мықтылармен. Іштарлық, көреалмаушылық деген мағынада емес. Ата-аналар ұстаздарға өте көп жүгіртеді. Мұғалім ұрысса, біз қорқамыз. Мұндай процестің бәрі үнемі болады. Бұл педагогика саласында. Апай, менің балама көбірек қараңыз, ол еркелет, педагогикалық әдепке жатпайтын іс-қылықтар жасайтын болса, ол да жауапқа тартылады. Екі педагог бір-бірімен жанжалға келетін болса. Педагогтардың, мұғалімдердің жалпы қадірін білмей кеттік. Ал енді мұны тек қана шетелде ғана қалыптасқан, Қазақстанның жағдайында олай емес. Ал оқушының сыни көзқарасын қалыптастыру қажет екендігі ол Абай Құнанбайұлының өлеңдерінде жатыр. Армысыздар, қымбатты көрермен. Бүгінгі мұғалімдер бөлмесінің жаңа санын сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Ұлы педагог Ыбырай Алтынсарин: мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық. Өйткені мұғалім мектептің жүрегі деген екен. Олай болса, мұғалімдер бөлмесінің құтты қонағы үздік педагог 2019 байқауының мектепке дейінгі және орта білім беру жүйесі бойынша жеңімпазы Абитова Жанар Сабитханқызы. Енді Жанар ханым, бағанадан бері жаңа көрермендерге айтып жатырмын, үздік педагог 2019 байқауының жеңімпазы. Бұл деген өте бір керемет жетістік менің ойымша. Әрбір адамға бұйыра бермейтін, әрбір адам жаңағы жете бермейтін жетістік. Енді айта қойыңызшы, жалпы үздік педагог 2019 байқауына қалай келдіңіз, қалай қатыстыңыз? Мен республикалық қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын Дарын мектеп-интернатында қызмет атқарғандықтан біз облыстық, одан кейін қалалық, аудандық кезеңдерге қатыспаймыз. Біз бірден республикалық кезеңге қатысамыз. Ол біздің оқушылардың жарысына да байланысты. Яғни бізде кез келген жарыста біз бірден республикалық деңгейге қатысамыз. Мен бірден республикалық деңгейге қатысудан бастадым. Оның әрине өзінің бірнеше шарттары бар. Міндетті түрде бірінші портфолио жинайсыз, оның еңбек өтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс. Одан кейінгі осы аралықтағы соңғы 3 жылдағы жетістіктер санамаланады. Ол сіздің халықаралық деңгейде тәжірибе таратуыңыз, республика деңгейде олимпиадаларға жетекші ретінде жүлдегер шәкірттерді дайындауыңыз, одан бөлек өзіңіздің республика деңгейінде таратқан әдістемелік оқу құралдарыңыз болуға тиіс. Одан бөлек бұл портфолиоға қойылатын талаптар, енді одан бөлек эссе жазылады, яғни мен педагогикалық ұстаным деген тақырыпта, немесе әр жылда өзінің берілетін тақырыптары болады. Сол тақырыпта педагогикаға неге таңдадыңыз, педагогика саласын, одан кейін осы педагогика саласын таңдай отырып сіз өзіндік қандай үлесіңізді қосасыз, жалпы сіздің педагогикалық ұстанымыңыз не деген сияқты сұрақтарға жауап беріп қамти отырып эссе жазылады. Бұл екінші туры. Үшінші кезеңінде 1 минуттық видео жазылады, яғни бізге берілген тақырып ол менің жүрегімнің мектебі деген тақырып болды. Әрбір ұстаз мектепте жоғары оқу орны саласында қызмет атқаратыны белгілі, бірақ енді сол әрбір педагогтың өзінің жүрегінде қалыптасқан мектебі болады. Сіздің жүрегіңіздегі педагогикалық мектеп қандай болуға тиіс? Яғни бұнда педагогикалық ұстанымдарыңыз туралы айтасыз, өзіңіздің сіз қалыптастырып келе жатқан педагогикалық мектеп туралы айтасыз. Мысалы, біз классикалық Ахмет Байтұрсынұлы мектебі, Ыбырай Алтынсарин қалыптастырған мектеп деген ұғымдарды айтамыз ғой. Мен әрине тура сол деңгейде болмағанмен, бірақ та сіз де осы педагогика саласында жұмыс атқарып жүргеннен кейін, оның үстіне республикалық үздік ұстаз байқауына қатысып отқаннан кейін, сіздің де өзіндік бір педагогикалық әлеміңіз болуы тиіс. Міне осы турасында 1 минуттық видео түсіресіз. Одан кейінгі келесі этап ол 40 минуттық бейне сабақ. Енді оқушылармен, енді мен әрине былтыр қатысқанмын, ал биыл бізде бәрі де менің білуімше биылғы жарыста онлайн форматта өтіп жатқандықтан да олар барлық сабақтарын осы Zoom платформасы арқылы немесе қашықтан оқыту арқылы қалай жүргізгендерін бейне сабақтар түрінде өткізді. Ал біз дәл сол сабақтың процесін мектеп қабырғасында түсіріп 40 минуттық сабақты ешбір монтажсыз солай ұсынған болатынбыз. 40 минутта мұғалім кірді амандасып, содан кейін ең соңғы сабақтың бәрін оқу мақсатына қол жеткізіп болып, ең соңында сабақ аяқталды, сау болуыңызға дейінгі аралықтағы 40 минуттық процесс тұтас осы. Үзіліссіз, еш тоқтаусыз, ешбір монтажсыз, қайта түсірілімде жоқ, дәл сол 40 минуттағы процесс солай түсіріледі. Осылайша ол дискпен жолданатын. Қазір біз сол үздік педагог байқауына келейік. Жалпы сол байқаудың өзі қалай өтті?
Республикалық кезең дегеніміз ол бір сахнаға шығып алып өз өнерін көрсетіп, немесе бір педагогикалық сұрақтарға жауап беру деген сынды емес. Оның бәрі де біз ұсынған материалдардың бәрі қазылар алқасына ұсынылады, яғни комиссия мүшелеріне. Ал комиссия мүшелерінің бәрі елге танымал азаматтар, қоғам қайраткерлері, педагог саласының үздіктері, профессор, жоғары оқу орнының оқытушылары және білім және ғылым министрлігінің қызметкерлері болады. Міне осылардың бәрі жұмыстың бәрін сараптай келе жеңімпаздарға әрине жүлдені ұсынады. Демек, барлығын тұжырымдап, бір шешімге, ортақ шешімге келіп, жеңімпазды анықтайды. Анықтайды, және мұғалімдер күні мерекесінің қарсаңында орталық концерт залында марапаттау рәсімі өтеді. Марапаттау рәсімінде білім ғылым министрлігінің барлық өкілдері, білім ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтың өзі де, және тағы да депутаттар, қоғам белсенділері және осы жеңімпаз ұстаздар бәрі бірге қатысып, сонда марапатталады. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп отырғандай, Жанар ханым менде өз саласының білікті маманы, енді оның сөзінен де байқап отқан шығарсыздар. Енді айта қойыңызшы, жалпы осы ең үздік педагог атағына ие болу үшін мұғалімдер қандай қасиетке ие болу керек? Соның бесеуіне тоқтап кетсеңіз. Ең алдымен ұстаз міндетті түрде ол өзінің мамандығын жақсы көруі тиіс. Бірінші кезекте міндетті. Және мен тіпті айтар едім, ұстаз болып туылу керек шығар. Себебі ол ұстаздықты егер адам өзінің жанымен жақсы көрмесе, бала жанын түсінбесе, ол бәрібір де өзінің жұмысының жемісін көре алмайды. Өзін қинап жұмыс еткізген, таңертесін ұйқысынан зорға оянып, аяғын қадамдап басып келе жатқан жұмыстан ешкім шабыттанып оралмайтын белгілі, одан нәтиже де шықпайтын белгілі. Сондықтан да ең алдымен педагогтар өз жұмысын жақсы көруі тиіс. Екінші мәселе ол педагогикалық білімін үнемі үздіксіз жетілдіріп отыру керек. Себебі білесіздер, 5 жылдың ішінде білімнің бәрі де ескіреді. Заманның талабына сәйкес жаңа ұғымдар қалыптасады, жаңа методика қалыптасады. Соның бәрінен де лезде хабардар болып, және соны өз методикасында қолдана білу керек. Бұл практика жүзінде жүзеге асып отыруы тиіс. Келесі мәселе, дәл менің жағдайымда мен айтар едім, менің үздік ұстаз болуымның ең бірден бір себепкері ол мен үнемі мықты ұстаздардың алдын көргендігім. Мейлі ол мектеп қабырғасында болсын, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде, филология факультетінде болсын, және қазіргі мен жұмыс атқарып отырған менің ортам, педагогикалық ортамда мұның бәрі де кіл мықтылар және өз ісінің шеберлері. Сондықтан да осындай ортада жүргендіктен де менің ортамнан қалыс қалуға, не болмаса жалқаулық танытуыма, өз білімімді жетілдірмей қоюыма ешбір негіз жоқ. Бәрекелді, айтады ғой, енді торғайлар ағашта жолығады, қырандар тауда жолығады демекші, өзіміздің ортамызда ол біздің жаңағы өсуімізге, дамуымызға өзінің септігін тигізеді. Иә, адам үнемі өсу үшін, үнемі тонуста болу үшін мықтылармен араласқан дұрыс, өзіңізден мықтылармен. Және біз үнемі оқушыларға да айтамыз, мықты қарсыластармен бәсекеге түсіңіздер. Бәсекелестік енді ол бір іштарлық, көреалмаушылық деген мағынада емес, дұрыс мағынасындағы бәсекелестік. Үнемі бәйгеде болу, үнемі саптың алдында болу, ол оқушыларға жақсы мотивация. Қазіргі таңда оқушылар мен ата-аналардың мұғалімдерге қойған басты талабы қандай? Нені күтеді? Басты талап сіздерге қандай қазір? Қазіргі таңда ата-аналар ұстаздарға өте көп жүгіртеді. Және кейбір ата-аналар оқушыны материалдық жағынан қамтамасыз етуді бірінші орынға қойып жібереді, ал енді оның рухани әлемінің бар екендігін, ол тірі организм, ол күнде өсіп жатқандығын ескерместен, бұл жағына келген кезінде ата-ана қалыс қалып жатады. Бұл өте қате қадам. Және тағы бір ескеретін дүние, мұғалім ешқашанда әлеуметтік ата-анаға айналмауы тиіс. Баланың тәрбиесінде, оқушының білім сапасында ата-анамен бірлесіп жұмыс атқармай ешқашанда нәтиже болмайды. Себебі мектеп қабырғасында баланың тәртібі бір бөлек, үй жағдайында оның өзін-өзі ұстауы мүлдем бөлек дүние. Осы жағында да ескере жұмыс жасау керек. Ендеше әр оқушының психологиясын ескере келген кезде барлық жүкті ұстаздың бойына артып қою, не болмаса барлық кінән ата-ананың бойынан іздеу, бұл өте қате қадам. Ата-ана, оқушы, мұғалім осы үштік одақ дұрыс жұмыс атқарған кезде ғана бірлесіп. Иә, міндетті түрде бірлесіп, бір бағытта жұмыс атқарған кезде ғана жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады, және ата-ана армандаған оқушының деңгейін көре алады. Жалпы мынандай бір ұғым бар ғой, соңғы кездерде осы мұғалімдерге байланысты жаңағы бір қызық әңгіме туындаған болатын. Кезінде дейді, осы бір 20 жыл бұрын біздің жас кезімізде
біз мектепке барамыз, сабаққа барамыз, сөйтіп жаңағы бізге мұғалім ұрысса, біз қорқамыз. Мұғалім бізге ұрсады, өйткені үйге келсек, ата-анамыз да ұрсады. Қандай олқылық жасадың, не істедің деп, бағаң 3, бағаң 2 деп бізге ұрсатын дейді. Қазіргі таңда дейді, жағдай қандай дейді. Сен барасың мектепке, мұғалім саған ұрса, үйіңе барып келіп айтасың, сөйтіп сенің ата-анаң келеді да мұғалімге тағы да ұрсады деген сияқты. Демек, заманның бір көзқарасының ауысуы ма дегенмен осындай жаңағы өзіңіз айтпақшы 3 одақ. Оқушы, ата-ана, мұғалім үшеуі бірлесіп жұмыс жасаса, сапалы білім, жалпы бір сөзбен айтқанда эффект болады. Міндетті түрде дұрыс бағытта коммуникация болу керек. Дұрыс коммуникация жүзеге асқан кезде ғана жақсы педагогикалық ахуал қалыптасады. Сондықтан да бұл кезде міндетті түрде педагогтың шыдамдылығы қажет етіледі. Сондықтан да мұндай процестің бәрі үнемі болады бұл педагогика саласында. Себебі әркім өзінің баласын жақсы көреді және оған ең жақсы жағдайды қалыптастырып бергендігін қалайды. Әсіресе ата-аналарда мынандай бар ғой: апай, менің балама көбірек қараңызшы, ол ерке еді. Немесе апай, ол кішкене денсаулығы әлсіздеу еді, ерекшелеп қараңызшы деген сынды. Сондықтан да мұндай жағдайда педагог тек қана сабырлық таныту керек те өзінің педагогикалық нағыз біліктілігін таныта білуі тиіс. Негізі бізді қазір көріп отқан ата-аналар болса, айта кететін жайт, енді балаларымыз барлығымыз біз үшін аппақ, біз үшін жұмсақ, бірақ енді шектен тыс аяған ол кері әсерін тигізу мүмкін. Сол себепті білікті маманға қолына тапсырып, емін еркін бірге жұмыс жасау керек. Бір сөзбен айтқанда бір одақ болу керек. Дұрыс қой, бір одақ құру керек. Және ата-аналар жиналыста енді бұрынғы мысалға мен өзім оқушы болған кезде бізде ата-аналар жиналысы қалай жүзеге асырылатын? Ол стандартты түрде 90-ды қорытынды міне былай, сіздің оқушыңыз 3-ке шықты немесе 4-5-ке шықты. Одан кейін фондқа мынанша ақша жинаймыз, болды, осымен бітетін. Ал қазір міндетті түрде коучингтар, тренингтер ата-аналарға арналған ұйымдастырылады және оқушымен бірге сауалнамалар жүзеге асырылады. Ата-ананың өзінен сауалнама алынады. Сіз қандай бағытта жұмыс атқарғандығын қалайсыз? Қай мұғалімнің жұмысына байланысты өзіндік ұсыныстарыңызды айтасыз деген сынды осындай бірлесе жұмыстардың жүзеге асуы арқасында мұғалім де мектептің процесіне бірге қаныға түседі, бірлесіп жұмыс атқаруға дайын болады. Және тағы келесі айтатын мәселе: 2019 жылы педагог мәртебесі туралы заң қабылданды. Мұның барлығыңыз хабардарсыздар, өте көп бұл туралы ақпарат таратылды, брифингтер ұйымдастырылды. Яғни сол заңнамаға сәйкес, егер де ата-ана тарапынан мұғалімге деген дөрекілік танытатын болса, оның азаматтық деңгейіне нұсқан келтірілетін болса, тағы сол секілді заң бұзушылық іс-әрекеттер болатын болса, олар заң жүзінде жауапқа тартылады. Оқушыға да дәл осындай мәселе. Ал дәл педагогта да дәл осындай жауапкершілік бар. Яғни педагогта ата-ананың арасында, ата-ананың алдында, егер де өзінің педагогикалық әдепке жатпайтын іс-қылықтар жасайтын болса, ол да жауапқа тартылады. Бұл бірінші мәселе. Бұдан бөлек тағы айта кететін дүние, әрбір мектепте Білім және ғылым министрлігінің тапсырмасымен педагог этикасы деген ұйым құрылған. Яғни педагог этикасының ұйымы педагогтың этикасын қарастырады. Егер де мектеп қабырғасында екі педагог бір-бірімен жанжалға келетін болса, және ол мектептің атмосферасына кері әсерін тигізіп жатса, не болмаса ата-ана мен мұғалімнің арасында тағы да қандай да бір түсініспеушілік жағдай туындаған болса, мұның бәрінде педагог этикасы ұйымы осыны қарастырады, тиісті деңгейде шешімін қабылдайды. Сөйтіп жауапқа тартады. Демек, байқағаныңыздай, қазіргі таңда бізде республика деңгейінде үкіметтің араласуымен педагогтың мәртебесі қорғалып жатыр және соған сәйкес педагогтың этикасы қалыптасып жатыр. Менің ойымша бұл өте дұрыс қадам, өте дұрыс заңнама. Өйткені жаңағы өзіміз айтқандай, біз педагогтардың, мұғалімдердің жалпы қадірін білмей кеттік. Біз балаға көбірек жаңағы көзқарасымызды, барлығын уайымызды балаға бұрып жатырмыз, баланы аяймыз, баланы мәпелейміз. Бұл кері әсерін тигізеді, жаңа айтпақшы. Сосын мынандай, Жанар ханым, бір дос баламнан, жақын дос баламнан естіген сөзім бар, ол қаншалықты рас білмеймін. Мысалы, басқа елдерде дейді, бастауыш білім беру дейді, жүйесі өте маңызды дейді. Және де бастауыш мектепте қандай мұғалімге баратынын дейді. Осы біздің көршілес елдерде ата-аналар мұқият қарайды дейді. Өйткені бастауыш сыныпта берген білім, алған білім, соны білім берген мұғалім келешекте сол балағының жаңағы білімге деген махаббатын оята білу керектен бірден бір талап қояды екен. Демек, баланы тек қана мектепке алып келу емес,
баланы келіп қызықтыра білу. Ойлаңызшы, енді қызықтыра білу. Сол кезде баланың махаббаты оянады бастауыш сыныпта, ары қарай ол сол білім саласына толықтай сіңіп алып кетеді. Бізде сондай бар ма қағида? Бізде сондай ұстаным бар ма? Бұл енді ата-ана ретінде сіздерге әлдеқайда бейім, әлдеқайда мәлім, солай ма? Себебі мектепті таңдап жатқан, мектептің процесіне араласып жатқан, баланың тағдырын да шешіп жатқан ең бірінші ата-ана ғой. Ал енді мұны тек қана шетелде ғана қалыптасқан, Қазақстанның жағдайында олай емес. Қазақстан жағдайында ата-ана баланың қай мектепке баратынына назар аудармайды деп айту бұл қате. Себебі қазіргі ата-аналар өте сауатты, қазіргі ата-аналар мобильді, олар қай жақтың білімі жақсы, қай ұстаз жақсы сабақ береді, мұның бәрін алдын ала зерттейді, біледі, сараптайды, одан кейін барып қана сол мектепке орналастырып жатады. Сондықтан да біздің жағдайда, Қазақстанның жағдайында бастауыш сыныпты мән бермейді, мұнда ата-ана процеске қатыспайды деп айтуға болмайтын шығар, мен енді бұл пікірмен келісе алмаймын. Бастауыш сыныптағы сабақ берген ұстаз ол міндетті түрде әсер етеді. Мысалға, менің өзімде әлі күнге дейін бастауышта сабақ берген өзімнің ұстазым Темірқұлова Шолпан апайымды әлі күнге дейін білемін, есімде, барып тұрамын, жағдайын біліп тұрамын. Міндетті түрде ол кісі туралы хабар естіп қалсам да елеңдеп тұрамын. Және қалай сабақ бергендігі, қандай методикалар қолданғандығы әлі күнге дейін менің көз алдымда. Процесс сіздің есіңізде? Әлі күнге дейін менің есімде бар. Сондықтан да бастауыш сыныптың оқушыға өте қатты әсер ететіні белгілі. Себебі оқушы жаңадан мектептің табалдырығына аттады, мүлдем өзіне таныс емес әлемді көрді. Бұған дейін ол еркін ойнайтын, еркін киінетін, еркін іс-әрекеттер жасайтын, ал енді мектеп талап еткен киімді киеді, мектеп формасын. Бір тәртіпке бағынып жатыр. Сондықтан да мұнда оқушыда физиологиялық жағынан да, психологиялық жағынан да өзгерістер туындайды. Демек, бастауыштың рөлі өте үлкен. Осындай бір дүрбелең туғызған, бір абдырап сасып қалған бір сәттер болды. Бірақ тез арада ұстаздар қауымы, жалпы педагогикалық ұжым деп айтуға болатын шығар, бүкіл Қазақстан бойынша тез жиналды, және олар өздеріне артылып отырған жауапкершілікті де дер уақытында түсінісіп, жақсы деңгейде жұмыстарын атқарып кетті. Осы ретте мен әлеуметтік желілер арқылы мынандай бір пікірлерді естіп қалып жаттым, көзім шалып қалып жатты. Ұстаздарға жақсы болды, олар қашықтан оқытқаннан кейін тапсырманы беріп тастайды да, болды, жұмыстары жеңілдеді. Сол түсінбеген кез ғой. Мұғалімдердің қадірін түсінбеген. Бастапқыда осындай пікірлер айтты. Тіпті ұстаздарға ақша төлеудің де қажеті жоқ, себебі олар қазір үйлерінде жұмыссыз жатыр деген сияқты. Бұл тағы да қате, себебі мұны кімдер айтуы мүмкін? Мен ойлаймын, мұны мектеп жасында оқушысы болмаған ата-аналардың айтқан пікірі шығар деп. Себебі мектеп жасында оқушы бар үй мұндай пікірді айтпас еді. Айтса да, төтенше жағдай кезінде олар ойларын өзгертті. Себебі мұғалімдер бұл кезде аптасында егер 7 күн болса, соның әрбір 24 сағатында жұмыс істеуге мәжбүр болды. Қашықтан оқытып жатырмыз ғой. Оқушылардың біреуінде желі болады, біреу байланысқа шығады, біреу байланысқа шықпайды. Ендеше, мысалға, күнделікті дәстүрлі процесте қалай еді? Таңертең сағат 8-ге барасыз, түске дейін сіздің сабағыңыз бітеді, болды. Сіз оқушымен 7 сабақ жұмысыңызды атқарып болғаннан кейін, түстен кейін ол сіздің өзіңіздің шығармашылық жұмыстарыңыз, басқа да мәселелермен айналыса бересіз. Ал қашықтан оқыту кезінде біз арнайы сабақ кестесінде қойылған жоқпыз. Шартты түрде сабақ кестесі қойылғанымен, байланысқа шыға алмаған оқушылар үшін сіз түнде байланысқа шығасыз, кешкі уақытта немесе ол таңертеңгі уақытта шығасыз. Тіпті кейбір оқушылар мысалға ата-анасы жұмысқа кетіп қалғаннан кейін, олар одан ары ұйықтап та қалады, оларды қоңырау шалып, сіз арнайы оятасыз. Қазір сабақ жүріп жатыр, тапсырмаңды орында, тапсырманы күнделікке жүкте деген сынды. Сондықтан да бұл кезде мұғалімдердің атқарған жұмыстары керісінше. Енді бұйырса жақын арада осы індеттен барлығымызда індетті жеңіп, бұрынғы өзіміздің үйреніп қалған өмірімізге қайта оралайық. Сіздер мектепке оралыңыздар, оқушылар өздерінің жаңағы оқу бөлмесіне оралсын. Барлығы бұрынғыдай болсын деп тілейміз енді. Енді Жанар ханым, мені қызықтырып тұрған бір сұрақ бар. Енді бірақ оны шынайы жауап бергеніңіз абзал. Үздік педагог 2019. Жанар ханым, жеңімпаз. Сіздің жалақыңыз көтерілді ма? Әлде бір үстемақы төленді ма сізге?
Үздік педагог атағына егер болған ұстаздың жалақысына ешқандай үстемақы төленбейді, бірақ мемлекет тарапынан бір реттік сыйақы болады. Ол 2,5 миллион теңге. Яғни сол марапаттау рәсімінде бізге 2,5 миллион теңгені әрқайсымызға жеке береді, және ол бір мектептің есеп шотына немесе әкімшілікке бермейді, ол таза сол ұстаздың өзіндік жеке есеп шотына беріледі. Сондықтан да мұнда бір екі ортада бір коррупция болады, немесе әкімшілік оның ақшасын бөлісуі мүмкін деген сынды ешқандай да күдік ешкімде туындамайды, және сондай да бір қандай да бір заңсыз іс-әрекеттерге жол берілмейді. Себебі 2,5 миллион теңге тұтас ұстаздың өзінің қолына тапсырылады. Және бұл қайтарымсыз сыйақы, яғни сіз бұл 2,5 миллион теңгенің есебін мемлекетке бермейсіз. Бірде-бір рет курсқа қатыспай қалған менің жаз айым болған емес. Бұл тағы да айта кету керек шығар, бізде мемлекетте білім беру жүйесінің жақсы жұмыс атқаратындығының септігі. Себебі әрбір жылда біз әртүрлі курстардан өтіп отырдық. Бірде ол тиімді оқыту бағдарламасы, келесінде көшбасшылық оқыту, мысалға осы жаздың өзінде де біз қашықтан қалай сабақты оқуды үйретеміз деген курстан өттік. Міне мұның барлығы да бізге пайдасын тигізбесе, еш зиянын тигізген жоқ. Осы орайда айтқым келгені, мүмкін біреулер білсе, біреулер білмес, керемет ұстаз тілегі сайты бар. Сол сайтқа кіріп, сіздер тегін материал жариялай аласыздар. Бұл менің ойымша ұстаздарға берілген керемет мүмкіндіктің бірі. Кез келген жаңағы платформа болсын, кез келген жаңағы пән болсын, өзіңізге қажетті жаңағы аттестация деп жатамыз, қажетті біліктілікті арттыру үшін жетерлік информациялар көп. Сіз ұстаз тілегі сайтына тегін материал жариялай аласыз. Ол үшін сайтқа тіркеліп, тегін сертификат алу батырмасын басасыз. Жаңа материалды Word, PowerPoint, PDF форматында жүктей аласыз. Тақырыпты енгізіп, материал туралы қысқаша түсінік бере кетуді ұмытпаңыз. Бөлімі, бағыты, сыныбын таңдап, жұмыс орныңыз, лауазымыңыз, оқу орныңыз жайлы жаза кетіңіз. Аты жөніңізді толық жазып, материалды жариялау батырмасын басыңыз. 20 ғасырдың басында Жүсіпбек Аймауытов жалпы сабақ беру, бұл жай ғана үйреншікті шебер емес, ол жаңадан жаңа туатын өнер деп айтып кеткен. Енді сіз өзіңіздің осы жұмысыңызда, өзіңіздің салаңызда қандай да бір жаңа технологияларды қолданасыз ба? Ахмет Байтұрсынұлы айтады, әдістің жақсысы ол ұстаздың қаншалықты оны жақсы пайдалана алатындығында. Егер де ол әдіс ұстаздың оң жамбасына келмесе, ендеше ол әдісті қолданудың ешбір қажеті жоқ. Ал енді біз қазір жаңартылған бағдарламаға көшкенімізді ескеретін болсақ, жаңа жүйеге көшкендігімізді ескерсек, біз әрине үнемі жаңа технологияларды қолданамыз. Бірақ бұл тағы да кезінде Ахмет Байтұрсынұлының қалыптастырып кеткен методикасын мүлдем қолданбаймыз деген сөз емес. Мысалы, қазіргі таңда тіпті айтайықшы, мысалы біз қазір көп айтамыз, оқушының сыни көзқарасын қалыптастыру қажет деп. Ал оқушының сыни көзқарасын қалыптастыру қажет екендігі ол Абай Құнанбайұлының өлеңдерінде жатыр. Жасында ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Демек қараңыз, Абай Құнанбайұлының өзінің біліміне сыни көзқарасын танытып отыр. Ендеше ол білімді өзінің дер уақытында алу қажет екендігін, және уақыт өте келе оның кеш болатындығын, мезгілінен қолын кеш сермеп қалатындығын өз оқырманына ескертті. Демек, бізде сыни көзқарас, сыни ойлау технологиясы осы 21 ғасырда ғана біздің Кембридж технологиясы немесе Сингапурлардың әдістерін қолдану арқылы бізге енді деп айту, бұл пікірге мен түбегейлі келіспеймін, бұған әдіскер ұстаздар да келіспейді. Бұл бізде бар методика, тек біз өңін айналдырып, жаңаша түрде, жаңаша бір атаулармен ғана енгіздік. 21 ғасыр бұл инновациялық технологиялардың дамыған заманы. Және осы қазір оқушылар ауызша пәндерге бір қызығушылығы төмендей бастады ма мүмкін. Енді сіз мұғалім ретінде өзіңіздің оқушыларыңызды қалай қызықтырасыз? Оқушының көркем шығарма оқуға деген қызығушылығын ояту үшін ең алдымен оған ұсынылған шығарма оның жан дүниесіне жақын болуы тиіс, және ол бүгінгі күннің сұранысына сай болса, ол тіпті жақсы. Және бірден Абай жолын оқытып, немесе көшпенділерді оқытып бастап кетудің қажеті жоқ. Себебі ол кітап оқуға деген оның ынтасын шектейді. Сондықтан да ең алдымен қысқа көлемдегі және сюжеті жеңіл, тілі жеңіл шығармаларды ұсынған жақсы. Бұл бірінші кезектегі дүние. Ал одан кейін екінші, сол шығарманы жай ғана оқып қойып, оны мазмұндатудың қажеті жоқ. Себебі оқушы ол онсыз да оны қызығушылығын арттыру арқылы оқып келді, мазмұнымен таныс. Сабақтың барысында оның
мағынасын, мәтіннің астарындағы жатқан ойды талдаған абзал. Мысал айталық, Оралхан Бөкейдің «Апамның астауы» шығармасының негізгі айтар ойы апасының кезіндегі бір бұрышта қаңсып қалып қалған тесік астауы жайында емес қой, жарық астауы жайында емес. Ол тұтастай мұнда сол астау арқылы символ мағынасын алды да, және қазақтың тұтас танымын, оның қалыс қалып бара жатқан, бүгінгі таңда біз көп қолдана бермейтін, тіпті ұмытып кетіп бара жатқан қолөнер бұйымдары, киіз басу, жүн сабау, тақ сол секілді осындай біздің қолөнерлері жайында айтты. Ендеше осындай астарымен талдап келіп оқушыны сол әлемге жетеліп келген кезде оқушының өз-өзінен қызығушылығы оянады. Келесі қадам автордың тіліне талдау жасау керек. Яғни автор дәл мына детальды қандай мақсатта қолданды? Осы детальды қолдану арқылы ол өз оқырманына қандай жағдайдан хабардар еткісі келді? Мысалы, Мұхтар Әуезовтің «Қорғансыздың күні» әңгімесіндегі ең алдымен шығарманың басында міндетті түрде Күшікбай асуынан бастайтындығы, сол Күшікбай асуынды өте дауылды, боранды етіп неге сипаттады? Автор осы арқылы оқырманның психологиялық алдын ала дайындық жұмыстарын жүргізді. Келе жатқан екі жолаушының арам ойлы, арам пиғылды екендігін жеткізді. Ал енді дәл осы ойды оқушының аузымен сіз айтқызсаңыз, және оқушының осы дүниені түсінуіне, айтуына жетелеп келсеңіз, ол келесі шығармадан да дәл осындай мәселелерді іздеп, осы арқылы ынталана түсетін болады. Келесі мәселе, осы сұрақтардың бәріне жауап беріп жатқан кезде сіз автор тілімен жауап беріп көріңіз. Шығарма тілін өзіңізге аргумент ретінде пайдалана отырып жауап беріңіз десеңіз, ол сол арқылы шығарманың тіліндегі ең дәмді тұстарын, әдемі тіркестерді, әдемі сөз оралымдарын есіне сақтауға тырысады. Сол арқылы ол сөйлеген кезінде келесі ретте де шартты рефлекссіз, автоматты түрде ол өзі есінде сақтап қалған, оның жүрегіне өте бір жақын тиген сөз оралымдарын тұрмыста қолдана бастайды. Қайта қолдана бастайды. Демек, шығарманы ол жай ғана оқып мазмұнымен таныс болып қойған жоқ, ол өзіне қажетті білімді жинады және тәжірибесінде қолдана білді. Жанар ханым, енді қазақ тіліне шорқақ балалар жайлы айтып жатырмыз. Енді грамматикалық тұрғыда грамматикалық қате жібермеу үшін не істеу керек? Қандай әдістер бар, қандай тәсілдер бар? Жаңартылған бағдарлама енгенге дейін мұнда әдетте біз диктантты пайдаланатынбыз. Оқушы, ол кезде сабақ 45 минут, қазір енді 40 минутқа шегерілді ғой. 45 минутта оқушы диктанттың әртүрлісін жазады. Өздік диктант, теру диктант, бақылау диктант, тағы сол секілді. Ал енді жаңартылған бағдарламада бұл диктант жоқ. Бірақ енді арнайы мысалға күнтізбелік тақырыптық жоспарға диктант енгізілмегенімен мұғалімге диктант алуға болмайды деген сөз емес. Ендеше мұғалім дәл сол сабақ барысында сол диктантты қайтадан өзінің әдісіне енгізе отырып пайдалана беруіне болады. Яғни бірінші әдіс осы диктант жұмыстары арқылы оқушының грамматикасымен жұмыс жасайсыз. Ал екінші, сіз қазақ тілі сабағын өтіп жатқан кезде міндетті түрде грамматикалық тақырып өтесіз ғой. Ал грамматикалық тақырып дегеніңіз ол тек қана ережелерден тұрмайды, оны күнделікті сабақ процесінде ол мейлі қай пәнде де болсын, ол дұрыс қолдана білуі тиіс. Мысалы, көп жағдайда тіпті мына журналистер қауымынан да блогерлерден де жазбаларын жариялап жатқанда өте көп кездесетін қателік, да, де деген шылауды үнемі бірге жазады. Егер бірге жазса, онда ол жалғау, бөлек жазса шылау ғой. Ал енді осының бәрін ол қай кезде үйренеді? Дәл осы тақырыптарды өткен кезде. Демек, грамматикалық тақырыптарды өту барысында міндетті түрде грамматикалық тақырыптардан кейін тілдік талдау жасалыну керек. Тілдік талдауды жасаған кезде барып, оқушы оның нақты жұрнақ екенін, жалғау екендігін, емленің заңдылығын біледі. Ажырата біледі. Ал емленің заңдылығын білген оқушы, ол орфографияны автоматты түрде үйренеді. Қай кезде бөлек жазылады, қалай тасымалдайды, қай кезде мысалға қандай қосымшаны жалғау керек, себебі бізде буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар бар, мұны да білесіздер. Және сөзді қысқартқан кезде сол қысқартқаны бойынша қосымшаның жалғайтындығы бар. Осындай заңдылықтың бәрінде ол талдау арқылы үйренеді. Демек, міндетті түрде қазақ тілі сабағында ең кемінде 10 минут болса да тілдік талдау жасаған абзал. Демек, басты, жаңа айтып жатамыз ғой, басты мәселесі, осы сұрақты шешудің басты мәселесі, бұл үнемі талдау жасап тұру. Талдау жасай берсең, ары қарай өзі баланың бейімделіп, ынталанып, жаңағы орфографиясында жетік меңгереді, сөйтіп қате жасамайды.
бір сөзбен. Бәрекелді. Енді біз жеңіл тілмен түсіндіріп жатырмыз да. Жанар ханым, білім берудегі сіз үшін ең басты құндылық қандай? Өте қиын сұрақ. Меніңше, ең басты құндылық ол баланың тағдыры. Себебі, егер де педагог өзінің 40 минуттық сабағына бейжай қарайтын болса, салғырт қарайтын болса, онда ол оның ертеңгі тағдырына кері әсерін тигізіп жатыр. Себебі, бүгінгі шәкірт ертеңгі елбасы. Бүгінгі шәкірт ертеңгі көштің басын ұстайтын көшбасшы. Ертең оның қандай студент болатындығы, қандай қызметкер болатындығы, оның бәрі де қандай шәкірт болғандығынан басталады. Сондықтан да Тағдырынан басталады, балалық шағынан дейсіз ғой. Иә, оның қандай мектеп қабырғасында қандай шәкірт болғандығынан басталады. Ал оның қандай шәкірт болып қалыптасатындығы, ол тікелей ұстаздың біліктілігіне байланысты, мектеп ұжымының деңгейіне байланысты. Мектепті біз қандай деңгейде құрсақ, ертеңгі біздің болашағымыз да дәл сондай болады. Сондықтан да педагог ешқашан да өзінің сабағына, оқушыға бейжай қарауына, салғырт қарауына хақысы жоқ. Ол үнемі оның, ол жай ғана сабақ беріп жатқан жоқ қой, ол оны тәрбиелеп жатыр. Оның тікелей тәрбиесіне әсер етіп жатыр, оның дүние танымына әсер етіп жатыр. Ал мектепте қалыптасқан дүние танымы ертеңгі оның мамандық таңдауына, тіпті жар таңдауына, өмірдік кейбір мәселелерді шешуіне, көзқарасына әсер етеді. Енді осы жақын болашақта сіздердің ұстаздарыңыз секілді өз орныңызды ойып тұрып алып, артыңыздан көптеген жаңағы оқушыларды ертіп, өзіңізге еліктеген қыз-келіншектерді ертіп үлгі болып жүре беріңіз. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Ең бастысы, басымыз аман болсын, деніміз сау болсын. Енді осымен біздің әңгімеміз, уақытымыз да өз мәресіне жетіп қалды. Сізге көп-көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп келдіңіз, керемет сұхбат өрбіттік. Менің ойымша көптеген пайдалы ақпараттармен бөлістік. Енді бұның барлығын біз енді сізге алғыс айта отырып, шын жүрегімізбен барлық жақсылықты тілейміз. Сізге тек қана сәттілік. Біздің мұғалімдерге, педагогтарға, жалпы біздің халыққа айтар бір тілегіңіз болса, мархабат. Студия қонағы ретінде шақырғандарыңызға сіздерге де көп-көп рахмет. Әсіресе ұстаздар тілегі ұжымына көп алғысымызды айтамыз. Еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Құрметті ұстаздар, әріптестер, шәкірттер, білім беру саласында бәріңізге толағай табыстар тілеймін, және еңбекте жемісті болып Қазақстанның өркендеуіне нағыз азаматтар тәрбиелей берулеріңізге шын жүректен тілектеспін. Мұғалімдер бөлмесіндегі бүгінгі біздің кейіпкеріміз Абитова Жанар, үздік педагог 2019 байқауының жеңімпазы. Аман болыңыз, деніңіз сау болсын. Құрметті көрермен, мұғалімдер бөлмесінің саны осымен өз мәресіне жетті. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы деген екен ғана халқымыз. Сол себепті ұстаздарымызды құрметтейік, және де ұстаздар, мұғалімдер бөлмесінің есігі сіздер үшін әрқашанда ашық. Біздің бағдарламада қандай тақырыпты қозғағанымызды қалайсыз? Өз ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер, біз оны ескере отырып, келесі бағдарламаларды сол тақырыпта қозғайтын боламыз. Ендеше келесі көріскенше аман болайық. Мұғалімдер бөлмесі әрқашанда ашық.